Кеңсуат негізгі орта мектебінің 9 сынып оқушысы Жобатова Сабина. Психология болашақ мамандығы. Психолог жаңа заман мамандығы. Шынында да бүгінгі таңда барлық мекемеде психолог мамандар жұмыс істейді. Психология жан туралы ілім. Демек, адамның ішкі жан дүниесін зерттейтін ғылым. Психолог мамандығы бізді болашақта қандай да бір дәрежеге, жетістікке апаратын мамандық деп есептеймін. Психолог адамның ішкі жан дүниесін зерттеуде, ойындағы қорқыныштарды, қате қалыптасқан пікір мен қағидаларды жоюда үлкен рөл атқарады. Төменгі сыныптан бастап бізге мектептегі психолог маман түрлі тақырыптарда сауалнамалар өткізіп, жеке әңгімелесулер жүргізеді. Маманның алдынан өзімді жеңіл сезініп, өзгеше бір күйде шығатынмын. Менің әр қимылымнан, жауаптарымнан, салған суретімнен, мінезімді, көңіл күйімді тап басып айтып беретін еді. Қалайша адамның ішкі жан дүниесін айтпай-ақ біліп тұрады деп таң қаламын. Осындай ойлар менің психология саласына қызығушылығымды оятты. Мен өзімді болашақ психолог ретінде елестетемін. Осы таңдауым менің психологиялық әдебиеттерді көбірек оқуыма негіз болды. Қазіргі уақытта психолог мамандары үлкен сұранысқа ие. Мектепте мұғалім мен оқушы, оқушы мен оқушы, мұғалім мен ата-ана өзара түсіністік, ынтымақтастыққа жұмыс істеуі мен мектеп жұмысының алға жүруі үшін, нәтиже беруі үшін маңызды деп ойлаймын. Әсіресе балалардың психологиясы тым нәзік. Маманның қолдауын жиі қажет етеді. Отбасындағы түрлі әлеуметтік жағдайлар да бала психологиясына кері әсер етеді. Мектепте психолог маман әр сынып бөлмесіне көңіл-күй экранын шығарып қойды. Күн сайын барлық оқушы өзінің сол күнгі көңіл-күйін белгілеп отырады. Әр бала жарайсың деген қарапайым сөздің өзі бала бойындағы мазасыздық пен қобалжуды азайтады. Сондықтан да психолог маман балаларды қолдай отырып жан жылуын шәкірттеріне беретін маман иесі. Реніш, сенімсіздік айтылған эмоция, қорқыныш сынды сенімсіздермен күресуде психологтың көмегі зор. Менің ойымша, психолог мамандығы қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие қажет мамандықтың бірі. Сондықтан бұл мамандықты елімізде әлі де дамыту керек деп ойлаймын. Менің ойымша, психолог мамандығы қазіргі таңда үлкен сұранысқа ие қажет мамандықтың бірі. Сондықтан бұл мамандықты елімізде әлі де дамыту керек деп ойлаймын. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.